Annyeonghaseyo, сіздермен бірге Роуз. Видеоның качествосы онша емес болуы мүмкін, өйткені бұл кезде маған өте қиын 3 күн болды. И мен камерамды настроить етпей түсірдім бәрін. И бұл жерде мен енді лентикулярға алып, суретті қиып, пішіні бойынша суретті қиып жатқан кезім болды. Мен ана жерде сатып алып қойдым ана нені. И в общем осындай фотобумагадан қиып алып жатқан кезім мен примерно уже 3 бетін қиып қойдым. Егер қателеспесем бұл жерде 3 бетін қиып қойдым. И бұл жерде качество, бұл лентикуляр каналдай матовый не болғандықтан оған қиюға болады. И бұл жерде суреттің качествосы онша емес болуы мүмкін, кейбір сурет, өйткені мен оларды қараған жоқпын качествомен. Но принтерім менің солай распечатать етті. В общем, мен арасына тексттарды қостым Jiminнің өлеңінің и аудармасын қарап отырып. И в общем, күшті эстетикалық фотоларды қолдандым десе де болады. Тіккен кезде фотоларды мен 3-3-тен аламын да, бірге 3-3-тен бөлік қойып, сөйтіп тігетін боламын. Бұл уже распечатать етілген суреттер, міне А4-да примерно осылай көрінеді, екі жақта. Мен өйткені бұл жерде менде беттері ровный болмай қалды, сондықтан да бұл жерде мен распечатка жасаған кезде пішіні ана жерде рамкамен емес, без рамки надо было распечатать, өйткені мен оны соңында альбом жасап болғаннан кейін бірақ байқадым. Сол минустарым менің беттері бірдей болмай қалды. Беттерінің нелері мен сол ана жерде екі пышағыммен немен алам, линейкамен и пышақпен сызып өтем. Қайшымен сызып өткен ол невыгодно, өйткені қайшыдан уже андай сызықтар көрініп қалады, қисық сызықтар көрінеді, қиылғаны көрініп тұрады. Сондықтан да мен алдымда линейкамен и ана жерде обрезка жасайтын пышақпен. Өйткені маған андай сызатын, андай кесетін пышақ болды, мен оны сатып алғым келді. Қазір менде оған ақша жоқ, сондықтан да мен өзімде бар арзан бюджетный пышақ алдым да, соны мен кестім. В общем, менің қағазым өте қалың болғандықтан мына жерде кесу өте қиындықты әкелді, өйткені мен қағазым қалыңда болды. Бірақ маған удобно болғаны фотобумаганың ішінде 50 бет. 50 беттік фотобумага бүкіліне жетеді. Мен қаншама сурет шығарып, қаншама альбом жасай аламын. И бүкілі менде матовый, менде фото не жоқ, сондықтан да мен глянцевый алдым. Маған көбірек глянцевый фотобумага ұнайды. Осылай кесіп мен істедім. Менде қазір мына жерде съемка не очень прошла, оказывается. И әр қайсын осылай кесуіме тура келді. Менде бұл мындай 20 А4 парақ болды. 20 А4 парақ кетті, в общем, осы неге. И мен бүктеймін оны, бірдей неге келтіремін. И тоже солай кесіп, ортасынан бір бүктеп шығарам. Соның кезде примерно осындай нәрсе шықты-ау деймін, иә. Бірақ өте әдемі көрінеді емес пе? Маған ұнайды. Эстетикалық альбом өте. Өйткені Jiminнің фотоларының өзі эстетика болып саналады. Мына жерде мен уже процесс уже кесілген, уже ары қарай да кесіп уже не істеп жатырмын. Мен 3 күн бойы осылармен айналыстым. Өйткені 3 күн бізде демалыс уақыты болды. Тамыздың соңғы күндері 29-30-31 бәрі есімде. Сол кезде мен осы 3 күнде бір күні мен бәрін қиып бірге дайындап қойдым. Таңертең ерте оларды алдым да мен. Өйткені олар жату керек болды бір күн. Сөйтіп оның бәрін 2-3-3-тен мен қидым. 2-3-3-тен тігуім керек болды. Өйткені мен басында дұрыс істемеген екенмін да. В общем, сондай бірдеңе болды.
келесі видеода айтатын болсам, бұл жерде уже қиып болғандарым, мен уже 3 беттен дайындап қойғандарым. Бұл жерде мен 3 беттен қандай нелерді дайындап қойдым. И бұл соңында үшеуін ортасын тесіп, мен оларды бірге кесетін боламын. Менде мына жерде компьютер қуып жатыр, сондықтан видеоны дұрыс көріп айта алмай тұрмын. Мен сіздерге уже тесіп жатырмын мен 3-3-тен, и бір-бірінің размер бойынша астыңғы жағын 1 сантиметр алдым ғой, или 1 миллиметр алдым астыңғы жақтан, сосын кейін екі жақтан бір кішкене тағы көбірек миллиметрлер алдым, сөйтіп ортасына дейін андай бірдей миллиметр болатындай істедім. Бұл менде бір видеоуроктан қарап істеп отырмын, сондықтан да мен астына ссылканы қалдырамын, қандай видеоурок екен. Мен уже бәрін тесіп қойған кездерім болды, и бірге қойып қоямын, чтобы парақтар жазылып жатсын. Ну, менде мына видеода мен уже оның бәрін бірге бекітіп қойдым. Осы видеода бәрін бекітіп, мен уже андай үлкен неде толстый дейді ғой, толық болып шықты мен альбомым. И ана жерде бірдей, получается, біркелкі емес, өйткені мен ана жерде рамкамен шығарып қойдым да суреттерді, и оны без рамки надо было распечатать, менде сол болды. И ана жерде тесіктер де өте үлкен болып кетті, сол маған соңына қарай минустар әкелді. Осылай бір күн мен қойып қойдым, и келесі күні мен оларды тігуге кірістім. Тігуге кіріскенде менде қазір түнгі 1-2-3-ке дейін отырған кезім болды, ұйқысыз. Мына жерде мен жіптер алдым, бір жұқа жіп, бір қалың жіп. Мына жерде уже мен уже урок бойынша тіге бастағаны видеом бұл жерде. Менде уже көзім ұйқым кеп, көзім жұмылып уже істеп отқан кездерім, бірақ ортасынан қарасаңыздар тігілген жері өте әдемі көрінеді. В общем, солай мен видеоурокқа қарап тіктім. Мен сіздерге көрсетемін оны қандай видеоуроктан қарап тіккенін. Өйткені ол жерде бір не болды, какой-то бір әйел болды, өзінің несін жасайтын. Бұл жерде уже мен тігіп біттім, мне кажется, да? Или әлі тігіп жатырмын ба? Иә, енді әлі тігіп жатыр екенмін. В общем, ана жерде мен уже 3-4 уже тігіп қойған екен. Или тігіп біттім. Мне кажется, тігіп біттім. Иә, өте әдемі көрінеді, ана жерден қарасаңыздар. Менде видео просто не очень качественный шығып жатыр, сондықтан да мен сіздерге. И мына жерде бір минус, ортасы ашық қалды. Неге екенін, өйткені ана жерде тесіктер өте үлкен, и бір-біріне олар жол бермей жатыр, и в общем ана жерде жіптері бір-біріне сәйкес келмей ма. Короче, мен или қатты тартпай тіктім, либо мына жерде бірдеңе не то екен, ортасы ашық болып қалды. Ну, в общем, бұны клеить деген кезде, мне кажется, ол жоғалады. Бірақ қазір онша білінбейді, өйткені менде переплет уже жасалған. И мына жерде мен не тігіп жатырмын? Мына жерде мен уже тігіп біттім. Үстіңгі бет жағы мен астыңғы бет жағы. Солай шеттерін тігеді. Не үшін екенін мен уже не помню. Переплет жасағанға жақсы ма? И сол кезде мен ана жерде мына соңғы әдемі тігілгенде басы онша тігілмеген. Өйткені мен ана видеоурокта түсінбей қалдым, қай жерінен шығып қай жерінен тігу керек екенін. Басында жақсы онша емес тіктім де, соңына қарай өте жақсы тігілді. И мен мына жерде ортасын клейттеп, бәрін клей құйып, мен уже бір күнге қойдым. Бір күнге жіберейін деп жатырмын, өйткені клейлеп қойдым уже. Өйткені менде мына жерде не істеуге болмайды. Штатив жоқ, сондықтан бір қолмен түсірген түрім, бір қолмен түсірген кезде мына жерде білінбейді. Бірақ ана жерде көргендеріңізде клей білінеді. Мен негізі 24 сағатқа қою керек, мен бұны 24 сағатқа қойдым. Бірақ ашып көрдім ғой деймін, одан кейін бір какой-то не то болып кетті. Өйткені мен сіздерге потом оны анбоксинг жасаған кезде айтып кетемін.
В общем, видео бойынша переплет жасаған осы. Мен ортасын қиып алдым, екі шетін размер бойынша қиып алдым. Кішкене үлкенірек болу керек деп айтты. И осылай лентикулярға қойып алдым. Арасы 5 мм болады деді. Мен сол 5 мм болады дегенді мен не учитывала, поэтому обложка істеген кезде менде кішкене не то болып қалды. И ана жерде ақ парақпен жабыстырып, и солай қоямын. Сосын кейін ішіне переплет получается не кетеді. Альбомның өзі іші кетеді. Бұл мен үшін өте үлкен, мен бұл обложканы 3 рет шығардым. Мына жерде қарасаңыздар, өте нормальный обложка, я. Мен сосын оны қайтадан дұрыстадым. Өйткені ана жерде шеттерін қарасаңыздар, бірақ негізі осылай қалдыра беруім керек еді деп те ойладым. Өйткені мен 2-3 рет оны жасап шығардым. Менде 3 обложка примерно пайда болды. Мен ана жерде сосын оны клеить дедім. Бұл жерде міне уже бұл уже последний почти. Мен уже сырттарын жабыстырып қойдым. Сырттарын жабыстырған кезде маған анда қолмен жабыстырмау керек еді, линейкамен жабыстыру керек еді. Негізі бірақ обложкасын мен жабыстырып қойдым уже. Ана переплеттің іші бағана сыртынан көрсеттім мен қалай екенін. И уже мына жерде уже жабыстырылған. Ну, более-менее, обложка көрінеді. Но мына жерде промис деген сөз ортасына түспей қалған. Неге екенін білмеймін. Мен бірдеңені не то істедім ба. И последний нені видеоны мен түсірмеген ба. Негізі последний видеоны түсірген жоқпын ғой деймін. Сондықтан да мен сіздерге соңында 3-ші часть ретінде анбоксингді көрсетемін. И ана жерде фотосуретті көрсетемін примерно қалай болған. Өйткені мен бірінші бір жақ шетін жабыстырдым, екінші жақ шетін жабыстырдым, и сөйтіп переплет жасап шығардым. Бірақ переплетті жабыстырғаннан кейін ана жер уже клей, уже ұстамай уже түсіп жатыр менде қазір. Ну, переплетқа жабысып тұр, бірақ ана жерде беттерін ортасы жыртылып кеткен менде уже. Оны сіздер анбоксингтан көріп жатасыздар, бірақ альбом өте әдемі. Ортаңғы жағы өте әдемі, глянцевый, түрлі түсті, өзіме қатты ұнады. Бұл опыт мен үшін өте керемет опыт болды. Сондықтан да келесі жолы менде идея бар. Hope World'ның микстейпінің альбомын жасау. Өйткені мен оның обложкасын өте қызығып жүрмін. Обложкасы өте әдемі Hope World'ның. Мен ішін жасап көргім келеді. Ішін примерно андай размерін 4 емес, 4 ретінде алып, маған менде А4-дан басқа размер жоқ, сондықтан да мен А4-дан кішкентай қылып жасайтын боламын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге қызық болды деген үміттемін. Менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Рахмет, сау болыңыздар. Лайк, подписка күтемін. Аня.